Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай әдемі дәмді болып шығатын пеште пісетін котлет дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін, маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз. Алдымен картошканы үккіштің орташа тесігінен өткізіп аламыз. Картошканы үккіштен өткізіп алғаннан кейін міндетті түрде картошканың суын осылай қолымызбен сығамыз. Пиязды майда етіп турасаңыз да болады, болмаса мен сияқты үккіштен өткізсеңіз де болады. Пиязды өткізіп болғаннан кейін артынша сарымсақты да үккіштен өткізіп аламыз. Келесі нан қосамыз. Нанды суға салып жұмсартамыз. Мен қара нанды қолдандым. Сіз ақ нан қолдана берсеңіз болады. Нанды да суынан сығып алып, қолмен майдалап саламыз. Тартылған еттің үстінен барлығын саламыз. Бір жұмыртқа саламыз және де дәміне қарай қара, қызыл бұрыш, тұз саламыз. Жақсылап толық араластырамыз. Жаңағы тартылған етімізді барлығын араластырып болғаннан кейін міндетті түрде 2-3 минуттай осылай ұрғылаймыз. Мен сұйық май қосуды ұмытып кетіппін. 1 ас қасық сұйық май қостым. Егер тартылған етіңіз майлырақ болса, қоспасаңыз да болады. Листіге міндетті түрде фольга төсейміз. Асты жабысып қалмау үшін тартылған етімізді дөңгелек форма жасап, тізіп салып шығамыз. Менде 15 штук котлет шықты. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Мен 160 градуста 35 минутта пісірдім. Жоғарғы температура қоймадым, беті тез пісіп, арасы толық піспей қалады деп. Котлет дайын болды. Жанына осындай салат пен гарнир дайындап, дастарханға ұсындым. Сіз де дайындап көріңіз, өте жақсы шығады. Ас дәмді болсын және де видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғыс білдіремін.